Bir әдеби, мәдени, рухани шара өткелі отыр. Бірінші рет біздің осы гуманитарлық институттың қабырғасында ұлы жазушы, бүкіл қазақты, алаш жұртын әлемге танытқан жаңғар жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің шығармашылығымен танысу. Сол Абай жерінде үлкен сол қазақ руханиятына, жалпы осы біздің республикаға белгілі үлкен жеделі, бөрілі деген мемориалдық, тарихи, әдеби үлкен музей бар мемлекеттік. Сол музейдің ішінде ол өз бірнеше сол саладан тұрады. Соның ішінде Әуезовке арналған жеке музей бар. Не музей деп тұрған себебім, біз енді кезінде мұражай деп аудардық қой. Бірақ музей деген бұл халықаралық термин шын айтқанда. Сол музейдің бүгін біздің бізде қонақта аға ғылыми қызметкері Гүлзат Сәлемқызы келіп отыр. Сол Абай Мұхтар Әуезовтің, Мұхтар Омарханұлының өмірімен, шығармашылығымен, Абай жолы үлкен эпопеясының қалай жазылу тарихымен қысқаша таныстырады деп ойлаймын. Енді бұл үлкен өте көлемді тақырып. Осы бүгін сол 1-2 сағаттың ішінде сіздерге осы төңірегінде әңгіме қозғайды, жақсылап тыңдаңыздар. Біз енді шындап келгенде, мен осы кезеңмен бір ажырасқан кезім болды. Әуезов былай қарағанда қазақтың бағы үшін аман қалған адам. Әйтпесе сол 37-ші жылғы қырғында ол сол халық жауының бірі болып кетеді. Оған себептер де бар. Себебі ол кісі, міне мына жердегі суретте көріп отырсыздар. Осы тарихи сурет, міне мына жерде Ахмет Байтұрсыновпен, Міржақып Дулатовпен, Қалел Ғаббасовпен, Жүсіпбек Аймауытовпен бәрі қатар отыр. Әлкей Марғұлан осы кісінің алдынан бізде дәріс тыңдадық. Ол кісі де бізге дейін жеткен адам. Байтасов деген сол алашын азамат. Міне солардың қатарына жүріп, Алаш партиясының мүшесі болып, қазақтың тәуелсіздігі үшін, қазақтың азаттығы үшін күрескен үлкен шоғыр зиялылардың соның қатарында болған адам. Әрине кеңес үкіметі, мына большевиктер ондайдың ешқайсысын аяған жоқ. Бәрі де сол 37-38 жылдары құрбан болды. Көріңіз бе? Сондықтан Әуезовтың бізге жетуі, оның осындай үлкен керемет эпопея туғызып, керемет шығармашылық қалдыруы бұл қазаққа үлкен бір олжа болды, шын айтқанда. Оны біз біліп отырмыз. Әуезовтің шығармашылығы арқылы қазақты бүкіл дүние жүзі таныды. Оның шығармашылығына үлкен баға берілді. Кезінде Ленин сыйлығы үлкен сыйлық болған. Ал енді шынды айтқан біз қазір қарайтын болсақ, ол кісі Нобель сыйлығының пара-пар дүние. Одан асып кетпесе. Міне осындай дүние. Сондықтан сіздерге осының маңызын ерекше айтып кеткім келіп тұр. 20-дан астам пьесе жазды. Қаншама әңгімелері бар, эпопеядан басқа. Өздеріңіз білесіздер. Көксерек деген балалар ғана әңгімесін. Қорған судың күні көп енді дүниелер. Әр кезеңде жазған шығармаларында сол заманның ағымы, сол кезеңнің бір ерекше кезеңдердің суретін әдеби түрде, көркем түрде бере білген адам. Жалпы 20-шы ғасырдың, 19-шы ғасырдың, 20-шы ғасырдың бүкіл тарихы осы Әуезовтің шығармашылығы деп айтылады. Енді көп сөзді созбай-ақ қояйын. Сәлемқызы, сізге береміз сөзді. Әрі қарай жұмысыңызды жалғастыра беріңіз. Ал енді біз осы жерде жұрттың алдында сізге алдын ала өзі осы келгеніңіздің құрметін, осы көрмені бізге жайып, сол жақтан көтеріп келгеніңіз үшін, еңбегі үшін осында алғыс хатпен өзіңізді марапаттаймыз. Құрметті Гүлзат Сәлемқызы, Әуезовтің 125 жылдығына орай Абай жолы алашты пас еткен әлемге атты жылжымалы көрменің бастағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Әуезовтің құнды мұраларын таныту жолындағы еңбектеріңізге табыс тілейміз. Ректордың міндетін атқарушы Амакелов. Мынау біздің енді сізден қазақтың халқының тұрмысы мен мәдениеті, бұл енді біздің жазушылардың барлық шығармаларында арқау болған. Осы бүгін кездесуде бір ескерткіш болсын. Осыны қазыларыңыз. Сонымен бірге сол қойыңыз бәрін. Ал жұмысыңыз тәртіп дейміз. Ал тыңдаңыздар.
Мен де сіздерге сонау Абай жерінен, Мұхтардың туған жерінен келгеннен кейін Месуттарыңызға мына Мұхтар атамыздың осы портретін, сосын Абай музейімізден шығатын бас өнімдерді мына кітапты сыйға ала келдім. Сіздер мына кейінгі жас ұрпақ үлгі-өнеге болсын деген қалауымыз. Әуезовтің соңғы жылдардағы өзінің суреті. Мынау Алматыда ол кісінің музейі бар, біздің тұрған үйі, музей. Онда біз талай рет болдық. Жақсы, рахмет. Мен енді сонау Мұхтардың кіндік қаны тамған жер, Бөрлі деген жерден келіп отырмын. Сол мұражайда 35 жыл аға ғылыми қызметкер болып қызмет жасаймын. Музейіміздің биыл ашылғанына 35 жыл толады. Бұл Мұхтар Әуезов жазушы, заманымыздың ол кісінің туғанына биыл десті 125 жыл. Сондықтан сіздерге сонау Бөрлі жерінен келгендіктен қысқаша сол Абай жолы туралы, Мұхтар Әуезовтің өмірі шығармашылығы туралы мағлұмат берейін. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте Бөрліде дүниеге келген. Мынау сол қыстау үйдің 1850 жылғы фотосуреті. 1987 жылы 90 жылдық мерейтойында ресми түрде ашылып, Мұхтар Әуезов музейінің жаңағы Семейдегі Абайдың Жетебай мемлекеттік қорық музейінің бөлімшесі болып 88 жылы қабылданған. Сол музейі қазір 87 жылы қайта жаңғыртып салынған. Қазір мынау фотосы, қыстауының фотосы, қазіргі фотосын көрсетемін. Мұхтардың ата тек шежіресі. Мұхтар Әуезов айттым ғой, 1897 жыл 28 қыркүйекте аяқ қараған дегенде күз айында, сентябрь айында дүниеге келген. Мынау сол Мұхтардың тараған ата тек шежіресі. Бұл кісілердің айтатын болсақ, ең бірінші бұл кісілердің қожа дегенді білеміз ғой. Бұл кісілер қожа. Мұхтар Әуезов өзінің өмір баянында былай деген: 19 ғасырдың орта шенінде Орта Азия жақтан кеп тобықты руына сіңіп кеттім. Бұл менің романымның бас қаһарманы Абай Құнанбаевтың руы дейді. Сондықтан бұл кісі қожалық есебінен өмір сүрген жоқпын дейді. Енді ол кезде білесіздер, кеңес дәуірінде жаңағы шәріптен қорқыты ма айтылмады. Кейіннен міне бұл кісінің тараған ата тек шежіресі туралы жаңағы кітабы шыққан. Сондағы ата тек шежіресінде бұл кісі Бақсайыш шамамен міне 12 ғасырда өмір сүрген. Әуезовтің болжамы бойынша 10 ұрпақ өтеді екен. Одан 18 ғасырдың бірінші жартысында Шахан Нәдір Мұхамин. Енді осы Мұхаминнан 18 ғасырдың аяғында Саяқып тарайды. Саяқыптан міне Бердіқожа. Бердіқожа 19 ғасырда өмір сүрген адам. Осы Бердіқожадан Әуезхан қожа 1830 жылы осы біздің Тобықты жерінде жаңағы Құнанбай, Кеңгірбай бабамыздың шақыртуымен, Құнанбайдың шақыртуымен осы қожалар, Бердіқожалар Арқаттың Бетағаш деген жерінде кеп қоныстанады. Содан Абай атамыздың қазіргі Мұхтар Әуезовтің музейі тұрған жер қыстауы болған. Сол жерге Мұхтардың атасы Әуезхан қожа, сенің балаларың сияқты менің балаларым бұзау оқыр ма екен деп сол жерге қоныс аударады. Сондықтан Мұхтар Әуезовтің аталары ең бірінші Бердіқожа келген, одан Әуезхан қожа 1830 жылы туып, 1938 жылға дейін сол Бөрліде қыстауда өмір сүрген. Бұл Әуезханнан Омархан дүниеге келеді. 1860 жылы Мұхтардың әкесі Омархан дүниеге келеді. 1909 жылы сол Бөрліде қайтыс болады. Омарханнан Мұхтар міне 1897 жылы сол Бөрліде аяқ қараған деген жерде дүниеге келген. Мұхтардың ұрпақтар туралы қазір айтам. Сонда бұл кісілердің ата тек шежіресі туралы осындай мағлұматтар. Сонау 19 ғасырдың орта шенінде Орта Азия жақтан келіп тобықты руына сіңіп кеткен дейді. Міне Мұхтар Әуезовтің өзінің сөзі. Атамыздың дейді, таптар аласа үйіне шақырады бізді. Қолындағы қалың қол жазбаны көргенде неге шақырғанын біле қоям. Атам маған кітапта қарап әріптерін көрсете бастайды. Айтуға бір оңайы болса игі, бірінен бір өткен қиын. Бұл кітап Абай өлеңдерінің жинағы. Атамыз бізді өзінше оқытатын дейді. Өзінше деген жаңағы арабша оқытқан. Бұл оның өзіне оңайырақ соққан болар. Ал шәкірт байқұстың көз жасы тимей кетуші еді. Аздап қара таныған соң өлеңнің бірінен соң бірін жаттадым дейді. Сонда Мұхтар атамыз, Абай атамыздың 45 қара сөзі мен өлеңдерін атасы Әуезхан қожаның жетелеуімен оқып білген екен. Сонда көріп тұрсаңыздар, атасы Әуез арабша оқытқан. Сол жерде атасы Әуез бен әжесі Нәсілдің тәрбиесінде болып кішкентай қоңыр қозысы өскен. Жерлесіміз Бауыржан Жақыптың мынандай өлеңі бар. Сонау үйде Бөрліде өңі гүлдеп, жаққан отым өшпейтін өмірім деп, Дінәсіл әже отырды ау бір кездерде, алдын алып Мұхтарды қоңырым деп.
Мұхтардың сол жаңағы атасы мен әжесінің қоңыр қозысынан үлкен дана даладан дана Мұхтар шыққан міне. Мына жерде мұңлы қоңыр туған анам, туған жерім Бөрлі деген Мұхтардың сөзі. Сол кіндік қан тамған жер Бөрлі. Сол жерде музейінде жаңағы Мұхтар Әуезовтің алғашқы өзінің атасы әуезден тараған туралы жазылған. Мына жерде Мұхтар Әуезовтің 1912 жылы Семейдегі 5 класстық училище ағасы Қасымбектің жетелеуімен барып, ең бірінші ағайдан, одан кейін немере ағам Қасымбектің тәрбиесінде болып Семейдегі 5 класстық училищеде оқыдым дейді. Сондағы Қасымбек пен Мұхтар Әуезовтің фотосуреті. Мынау сол Семейде 5 класстық училищеде оқып жүргендегі аттестатының көшірмесі. Құнанбай дейді, Бердіқожаға кезінде қолдан келген жәрдемін, жақсылығын аямаған. Бердіқожаның қоныстауына жер сұрай Арқатты береді дейді. Жаңа айттым ғой, қожалдар сонау оңтүстіктен келіп, осы Арқат деген жерге, шырай жерге қоныстанғаны туралы. Одан кейін Мұхтар Әуезовтің шығармаларын білесіздер. Ең алғашқы шығармасы 1917 жылы Қорғансыздың күні деген әңгімесі. Қорғансыздың күні деген әңгімесі біздің Семейден шыққаннан кейін Күшікбай деген асу бар. Сол Күшікбайдың басында 21 жастағы батыр жігіт, сол кісінің жаңағы мінезімен сипатталады. Өте шешек, ол кезде жаман ауру шешек деген болған ғой. Соның шешектен қайтыс болған сол Күшікбайдың басында Қорғансыздың күні деген Мұхтар Әуезовтің әңгімесі жазылған бір кішілеу қора бар. Сол жерде жаңағы панасыз кішкентай қыз Ақан Қалтай деген болыстардан қорлық көріп, әкесі мен ағасының бейітіне барып үсіп өлген ғой. Басында Арғын деген бүркеншік атпен кейіннен 21 жыл жеке Қорғансыздың күні болып кітап болып басылып шыққан. Сол жаңағы өмірден өткен Ғазизаның бейіті сол жерде Күшікбай бұлағының басында асуда жерленген. Одан кейін шығармалар туралы білесіздер, Көксерек әңгімесі. Көксерек әңгімесі Ташкентте жазылған деп Валентина Әуезованың естелігінде бар, бірақ негізгі Көксерек әңгімесін Мұхтар Джек Лондонның ағызу романын отырып, неге мен дала аң патшасы Қасқырды жазбасқа, өзім сол Бөрлінің жерінде тұрам. Сол Бөрліде жаңағы ағам Ахметбек Әуезовтің Аққасқа итті әкеп, сол жердегі жаңа күшікті асырап, Баянауылдан әкеп асыраған күшігі туралы сол өмірден алынған Көксерек әңгімесінің болған жері Қарадыр ағады деген сол біздің Бөрлінің жері. Одан кейін Мұхтар Әуезовтің, білесіздер, қазақ өмірінің энциклопедиясында бүкіл дүниежүзін әлемге танытқан Абай жолы романын жазды. Абай жолы романының биыл бірінші кітабына 80 жыл толып отыр, 42 жылы жазылған. Екінші кітабына 47 жылы, үшінші кітабы 52 жылы, төртінші кітабы 56 жыл жарыққа шықты да, эпопеяның 1949 жылы Абай атанған екі кітабына бірінші дәрежелі мемлекеттік сыйлық берілді. Ал Абай жолының 1959 жыл 4 томдығына Лениндік сыйлық берілген, жаңағы айтып кетті ғой. Мына сол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының өзі жазған қолжазба беттері бізде музейде осы сақталған. Өзінің машинкамен басқызған міне қателерін түзетіп өзінің қолжазба беттері. Мұхтар Әуезов 1957 жыл туған жері Бөрліде, Жидебайда Абай атамыздың бейітінде соңғы рет болған міне 57 жыл 60 жылдық мерейтойында. Мынау сондағы түскен фотосурет Абай зиратында. Нағыз кемел шығарманың авторы дейді, дарынды жазушы, ғана емес талғампаз зерттеуші де болды. Ол өзінің творчествосында талай жылдарын ұлы гуманист ақын Абайдың өмір кезеңдерін талмай зерттеді дейді. Ұлы ақынның тұсындағы адамдарды барлап, олар өмір кешкен тұтас бір дәуірді зерттеді дейді. Қаныш Сәтбаевтың сөзі. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазу үшін сол жердегі көнегөз қариялардан көптеген мағлұматтар алып, Абай жолы романын өзінің өмірін жарты несін сол Абай жолы романын жазуға арнаған ғой. Абай жолы романын қарап отырсаңыздар, әрбір несіне қысқаша толық мағлұматтар берілгенде сол жүріп өткен іздері, жаңағы Құнанбай атамыздың Балабайдың оқудан келе жатқаны, Қодар мен Қамқаның құздан құлаған жеріндегі суреттелуі, барлығы Абай жолы романында Мұхтардың өмірден алынған шығармасы екенін білесіздер. Оның барлығы бізде тарихи жерлер бәрі бар. Қодар құлаған құз жартас бар, жаңағы Балабайдың келген кездегі несінде бар ғой, шоң деген, Кәкітай шоң деген, Балабайдың жаңағы бар әкеңе бар деп аналарының айтқан сөз туралы жердің барлығы бізде түгелі сол тарихи жерлер, барлығы сол біздің жақта. Енді адамзаттың Абай деді. Жаңағы Мұхтар Әуезовтің өмірінде Абай өмірін жазу туралы 1930 жылдан кейін кірістім дейді. Мен Абай өмірбаяны 4 вариантын жаздым дейді. Бірінші жаңа 30 жыл жинағы, екінші 40 жинағы, үшінші әлі жарық көрмеген
варианты болды, 45 жылы жазылды. Ал 4-ші вариантын 1950 жылы жаздым дейді. Абайдың өмірбаянының барлығын жаңағы биограф ретінде өзінің кіріскені туралы айтады. Мынау жаңа өзі оқыған мұғалім семинариясы, мынау Абай журналындағы Абай шығармаларының 30 жылғы жинағы басылған, толық басылған несі жинағы. Мұхтар Әуезовтің мынау Семейдегі оқытушылар мен студенттер арасында. Мұхтар Әуезов 1924-25 жылда Семейдегі қазіргі Әуезов атындағы педколледж бар ғой. Сол учительский семинария болған, сонда мұғалімдер семинариясында Әуезовтің оқытушылармен бірге түскен фотосуреті. Сол кезде міне Әлкей Марғұлан, Марат Хабибуллин Ленинград университетінде түскен фотосуреттері. Мынау жаңағы Алаш арыстары. Білесіздер ғой, Алаш арыстарында Ахмет Байтұрсыновтың сендер әлі жассыңдар, өз кінәларыңды мойындарың алыңдар, әйтпесе сендер керексіңдер деп айтқан сөз туралы Ахмет Байтұрсыновтың жазылған сөзі бар. Сол Мұхтар Әуезовтің жаңағы Семейде болған туралы Бауыржан Жақыптың жатыр ізі Семейдің қаласында, Сарыарқаның сары жон даласында, ақ шағала ойы жүр Әуезовтің еркін аққан ертістің жағасында деген өлеңінен үзінді. Енді дәуірдің дарасы аңлағы дейміз, бұнда Мұхтар Әуезовтің жаңағы көнекөз қариялармен, Кәкітай Жанатайұлы, Турағұл Абайұлы, Әрхам Ысқақұлы, бұл кісілердің барлығы Абай жолы романын жазған кезде Мұхтарға өзінің көшелі сөздерін жеткізген сол ауылдың қарттары. Қазір бұл кісілердің ұрпақтары бар, Көкбай Жанатаевтың ұрпағы бар, білесіздер. Әрхам Ысқақұлының, Кәкітайдың ұрпақтары бар. Мұхтар Әуезовтің отбасы Мұғаммед Әуезованың. Мынау да жазушы туыстарымен бірге. Әуезовтің әлем әдебиетінің шыңына көтерілген тұрлы Шыңғыс Айтматовтың сөзі, жазушылармен бірге Америкада болғаны, Қытай елшілерімен бірге болған фотосуреттері. Қазақ совет жазушыларының ішінде ең бірінші шетелге барған Әуезов екен. 55 жылы Индия сапарында түскен фотосуреті. Ташкентке конференцияда сөйлеп тұрған кездегі фотосуреттерінен үзінді. Енді ұлы ғасырдың ұлы тұлғасы дейді, Мұхтар Әуезовті қай жағынан алсақ та, бақытты адам. Ол көзінің тірісінде дүниеден өткеннен кейін де халқының қалтықсыз сый құрметіне бөленген. Осындай мерекелі күндерде ғана емес, әрдайым жұртының жанында жаңғырып тұратын, тарихтың тағдырында сынына төтеп берген ұлы тұлға дейді. Абай атамыздың сөзі: мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқты барды еркегіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды, жазды мүлкі жастарға бермек үшін деген Абай атамыздың ақыл сөзі. Енді Мұхтар Әуезовтің өмірбаянына келетін болсақ, Мұхтар Әуезов жаңа айттым ғой, бірінші әйелі Райхан Кәкенқызына 1917 жылы Бөрліде қалың малға айттырып үйленген. Мұхтардың әкесі Омархан Алматы мен Рекордада сауда жасап кіре тартқан. Сол уақытта Кәкен деген байдың қызын атастырып қалың малға айттырған. Еріксіз алуға ол кезде білесіздер мәжбүр болады да жаңағы Райхан апамызға үйленеді. Бірақ өкінішке орай 5 жылдан кейін ол кісі Райхан апамызбен айырылысып, 1918 жылы Мұғамила деген қызы, 1919 жылы Шоқан деген екі бала қалады. Шоқан бірақ шетінеп кетеді, Мұғамила өзінің екі өгей шешесінің тәрбиесінде болған туралы өзінің тұңғыш етім әкемнің деген естелігі бар. Сонда былай деп жазылған: әкем мен шешем айырылысқанда мен 4 жастағы бала екем. Содан Бөрліде ауыл ақсақалдар жаңағыдай үкім шығарады, қыз шешеде қалсын, ұл әкеде қалсын деп. Сол уақытта әкем атқа отырғызып, Қанайдың қалың қарағанына жасырынып, мені Семейге дейін алып барып, екінші өгей шешем Кәмиланың тәрбиесінде болдым дейді. Шоқан деген бауырым 8 айлық кезінде шетінеп кетті. Содан мен екі өгей шешенің тәрбиесінде болдым. Бірінші Кәмила, ол Абайдың немересі, Мағауияның қызы. Ол кісіден 2 қыз туған. 1917 жылы Райханмен үйленіп, 22 жылы айырылысады. 22 жылдан бастап Кәмилаға үйленеді. 26 жылы Кәмиламен жаңағыдай айырылысып, одан жаңа 2 қыз бала туады, олар да шетінеп кетеді. Содан 26 Ленинград университетіне жүргенде 3-ші семьясы Валентин апамызбен танысады. Сол Валентиннен туған ұрпақтары Елдес деген 27 жылы туған ұлы, 29 Ләйла деген қызы, 41 жылы Елдар, 43 жылы Ерна деген 4 бала туады бұл кісіден. Қазір Ләйла деген қызынан Дияр Елдар деген 2 бала бар. Дияры осы Алматыдағы музейінде директор болып істейді. Ернары менің экономика ғылымдарының докторы. Ал енді Елдардан Лол Асқар деген 2 бала бар. Енді қазіргі тірі ұлы, білесіздер, Мұрат Әуезов. Мұхтар қорының директоры. Бұл кісі енді 43 жылы Ілияс Жансүгіровтің жесірі дейміз, енді Фатима апамыздан туған. Бұл Мұраттың Мағжан Алуа деген 2 баласы бар. Сонда қазір жазушы Мұхтар Әуезовтің бір ұлы,
8 немересі, 18 шөбересі бар. Ұрпақтары бар. Ұрпақты сонда Мұхтар Әуезовтің ұрпақтары тараған. Асқардан Лола Асқар деген 2 бала бар. Міне Лоладан Алуа Әлен Райхан деген 2 бала бар. Кімнен Зиф Алуа деген шетелдегі голландиялыққа тұрмысқа шықты. Бұл Мұраттың қызы. Бұл кісі Абай несі ашылған кезде, Әуезовтің бағы ашылған кезде келген болатын, 66 жыл туған. Шетелде тұрмысқа шыққан Мағжан деген баласан 2 бала бар. Сонда ұрпақтардың барлығы қазір Елдар деген бала Мұхтар, Диярданды Мұхаммед деген немересі, Лоладан Алуа Әлен деген ұрпақтардың барлығы бар. Мына біздің сол Бөрлідегі музейіміз. Қазір міне Мұхтар Әуезовтің ғылымдарын, шығармаларын барлығын насихаттап, жаз айында каникул кезінде жазғы уақытта келеді. Абай Мұхтар Шәкәрімді экскурсиялап балалар сол кезде келіңіздер музейге. Бөрлідегі Мұхтар Әуезовтің кіндік қаны тамған жер қазір музей үйі. 35 жыл болады ашылғанына. Әуезовтің туған жері Бөрлі дейді ғой. Бөрлі. Неге Бөрлі деп қойылған осы? Өйткені ол жерде қасқырлы мекен, қасқыр көп болғандықтан Бөрлі деген қасқырлы деген мағынаны білдіреді ғой. Сондықтан сол жердің аты Бөрлі деп аталады, қасқырлы мекен. Әйгілі Көксерек әңгімесінің болған жері Ағадыр, Қарадыр деген. Жаңа айттым ғой, Ташкентте Валентина Әуезованың естелігі бар. Мұхтар Көксерек әңгімесін Ташкентте жазған кезде қабырғада бір жаңағыдай кілемше календарды ілініп тұрады. Сонда түнгі жортқан қасқырдың бейнесіне қарап отырып, мен неге дала аң патшасы қасқырды жазбасқа деп Көксерек әңгімесін Ташкентте жазған екен. Сондықтан сол біздің тұрған жеріміз Бөрлі ауылы деп аталады. Бөрлі. Қасқырлы. Қазір ол ауыл бар. Қанша отбасы тұрады? Бізде онда қазір 14 семья тұрады, шағын ауыл, сол Мұхтардың кіндік қаны тамған жер болғандықтан, мына енді Абай атамызды, Шәкәрім атамызды барлығымыз сол Бөрліден басталады. Біздің маңызды экскурсия нүктеміз, жаңағы мен айтқан жер су аттарында тарихи жерлер, біздің мұражайдың меңгерушісі болды, өмірден өтіп кетті. Бекен Исабаевтың Ұлылар мекеніндегі кітабын оқыған шығарсыздар. Сол Ұлылар мекенінде жаңағы тарихи жерлердің барлығы жазылған. Мен сол Мұхтар Әуезовтің Ұлылар мекеніндегі Бекен Исабаевтың айтуы бойынша сол Бөрліден басталады. Мұхтар Әуезовтің одан кейін білесіздер, әйгілі Еңлікебек әңгімесін білесіздер ғой. Еңлікебектің алғашқы қойылған жері Ойқұдық жазығы туралы жазылған ол кітапта. Жаңағы Еңлік пен Кебек екеуін аттың құйрығына байлап жіберген жері тығылған үй тасы сол жерде. Әйгерім апамыз бен Абай атамыздың кезіккен жері Шілікті кезең деп аталады. Әйгерім апамыздың аты Шүкман болған ғой. Әй көрім екен деп жаңағы Ербол деген жолдас екеуі Әйгерім атандыратын жер. Одан ары қарай жаңағы Оспан көлі, Абайдың кенженесі Оспанды білесіздер ғой. Сол кісінің Оспан көлі деген жер бар. Одан ары қарай жаңағы Жидебай, Абай Шәкәрім кесенесі, Кеңгірбай би Тобықтың биі бабамыз сол жер, сол кісінің кесенесі, сол туралы Ұлылар мекені деген үлкен тарихи роман жазған. Сол жерде біздің осы Абай Мұхтар Шәкәрім туралы барлық зерттеулер, жаңа тарихи орындар туралы үлкен роман жазды сол кісі. Сол кісінің айтуы бойынша тарихи жерлерді біз айтамыз келген адамдарға. Енді Мұхтар Әуезовтің міне 87 жылы музей ашылған кезде Бөрліге келді. Сол кездегі мысалы Бөрліге келгенде біз қолдаулары, мынау сол біздің Бөрлідегі музейіміздің кітапшасы, мынау сонда Мұхтар Әуезовтің келген 87 жыл 90 жылдығында ашылғанда міне көрдіңіздер ме, қаншама адамдар, ұрпақтар, Зоя Кедрин аудармашы келген болатын, жазушының ұлы Мұрат Әуезов, Қызылайла Әуезова, Мұғамила Әуезова, қаншама жазушылар, ол кезде жазушылар одағының Горбачев келіп сол мұражайдың ашылуының тасын қиған. Мына жерде Әуезовтің ата тек шежіресі туралы, заңғар жазушы мұраларын ұлықтау туралы, Көксерек әңгімесі қалай туған туралы, жаңа мен сіздерге айтып бердім Көксерек әңгімесі туралы, Қорғансыздың күні әңгімесінің қалай жазылуы, барлық осында біздің немізде сақталған музейдегі экспозициямызда осы жәдігерлердің жаңағы тарихи нелерінің барлығы сақталған. Мына Абайдың мерейтойлары қалай өтілу туралы. Білесіздер ғой, Мұхтар Әуезов мені Семейдегі ең алғашқы ярыш командасында жартылай қорғаушы ойнаған. Мынау сондағы жарыс командасында Мұхтар мені екінші болып тұр. Футбол командасын құрғанда Мұхтар Әуезов болған. Енді Мұхтар Әуезовтің жаңағы ең алғашқы айттым ғой, кіндік қаны тамған жер Бөрліде,
соңғы рет 57 жыл 60 жылдық мерейтойында болды. Сонда келіп галстук таққан қазір 82 жаста Тілеужамал деген кісіге галстук таққан бір несі болған. Сол кісі мен де сендер сияқты қара табан бала болған деп Мұхтарға галстук таққан. Сол апамыз қазір мені 82 жаста мені жазушыға галстук таққан оқушы дейді. Көрдіңіздер ме? 56 жыл келгенде жазушылармен бірге келіп, туған жерінде болып, сол сөйлеген сөзі лентада сақталған. Соңғы рет сол 57 жылы келді, 61 жыл 64 жасында Москвада Кунцево ауруханасында операция үстінде қайтыс болды. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар Әуезов туралы. Келіп жақындап көрмені көруге болады. Жақындап көріңіздер, мынау міне жаңа мұғалімдер семинариясында оқығаны туралы астында мағлұматтар жазылған. Роман жазған, сол кісіге жазған хаты біздің музейде сақталған міне. Қымбатты Камен, мынау Мұрат Әуезов менің балам, білім алып Москва университетінде оқиды. Қазір жазда Семейге соғады. Абай ауданына әкесінің туған жерін елді көруге барады. Өзіңе саған Балташқа тапсырдым дейді. Бұл кісі сонда өзінің ұлы Мұрат Әуезовке жаңағы Камен Оразалинге арнап жазған хаты сақталған. Мұратқа жазған хаты сақталған міне. Мұрат айналайын алтын балам. Денің сау, оқуды жақсы оқып, әлеуметтік қызметін өрге басыма. Мен Москвада тұрып жатырмын, июнь айына дейін осында боламын. Содан соң Алматыға барғанда жазған планда ақылдасып, шешеміз сен жақсы оқып, сұлу мықты болып өсе бер. Ағаңды 54 жыл жазылған хаттары. Осы хаттары барлығы музейде Мұхтар Әуезовтің сақталған бізде. Жұбан Молдағалиевтің Ақындар ағасына деп 57 жыл 60 жылдығындағы міне музейге келгендегі өлеңі сақталған бізде. Келген адамдардың барлық қолтаңбаларын сақтағанбыз міне. Бөріндегі мұражайға келгендегі сақталған хаты. Мына жерде міне 61 жылы Москвада Кунцево ауруханасында 48 сағат бұрын қайтыс болардан бұрын жазған хаты сақталған. Қолтаңбасы өзінің қолтаңбасымен жазылған. Мынау да жаңа ғана жерде көрсеттім ғой, соңғы рет 57 жылы Мастура Сармузина, Исмағамбет Исмаилов, Қыдыралиндермен келіп, соңғы рет Жидебайда Абай атамыздың зиратында түскен фотосы. Қазір енді бұл үлкен Абай шәкәрім кесенесі болып өзгертілді ғой. Мына тас қазір сол музейдің несінде сақтаулы. Мұхтар Әуезовтің келген кездегі Абай атамыздың құлпытасы. Қандай сұрақтарыңыз болса қойыңыздар Әуезов жайлы. Мынау міне қазіргі біздің бөрілер музейіміз. Жартылай қорғаушы болған ғой жарыс командасында. Мынау жаңа ағасы Қасымбекпен бірге барғандарды суреттеді. Еңлік Кебекті жазған Мағауия мен Шәкәрім ғой білесіздер, бірақ соны ең алғашқы қойған 1917 жылы Ойғыдық жазығында Мұхтар Әуезов қойған. Ол уақытта білесіздер, пьеса спектакль деген болмаған ғой. Сонда Мұхтар Әуезов Абай атамыз бен Әйгерім апамыздың үйінде жартылай сахнаны, кигіз үйдің жартысын қосақтап тігіп, сонда тұңғыш пьесаны қойған. Рөлдердің барлығында еркек адамдар ойнаған. Әйел адамдар ыңғайсызданады. Еңліктің рөлін Ахметбек Әуезов деген немере ағасы ойнаған. Мұхтардың өз ар жағында сандықшада тығылып жатып, суфлер дейміз ғой, сыбырлап айтып отырған. Сонда Қазақ даласында алғаш рет театр шымылдығы Ойғыдық жазығында қойылған. 20 жасында мұғалімдер семинариясында оқып жүрген Мұхтар Әуезов жазғы каникулда Абайдың кенже қызы Ақылияның ұзатылу тойында қойылған. Одан кейін 26 жылы білесіздер, Қызылордада тұңғыш сахнада қойылды. Аймақтың мүшесі болып жүрген кезде, соны ол кезде Семейде заказчиктер клубы дейді, сол клубта қойған ғой, бірінші кигіз үйде ашылған дала сахнасы.
Сұрақтарыңыз бар ма? Сұраңыздар. Аттестаты қай? Аттестатының көшірмесі. Біздің Семейдегі 5 класстық училищеде оқыған ғой, сондағы аттестатының көшірмесі сақталған. Жазу үлгісі сақталған біздің музейде. Оның бәрін енді алып келгенге жазу несі аттестатының көшірмесі. Өзінің сиясалты сақталған, киген киімдері сақталған, Алматы музейінде барлығы сақталған. Бізде бөлідегі музейде сол жаңағы жазу үлгісінің көшірмесі мен осы аттестатының көшірмесі, сосын сиясалты бар пайдаланған. Индияға барған кезде әкелген бір сәнді сервис ұстағы сақталған өзінің. Сол қолтаңбаларынан хаттарының барлығы музейде тұр. Өзінің ұстаған жаңағы Валентин апамызға деген сыйға тартқан ыдыс-аяқтар ұсталған. Осы Мұхтардың жолымен, Абайдың жолымен, жаңағы қазіргі жас ғалымдар бар ғой, ғылыми көп ізденістер жүріп жатыр, иә. Сол ғалымдардың Абай жолымен өтуге, жаңағы барлық сіз айтқан атаған жаңағы ескерткіш орындардың барлығын кешенді түрде экскурсия бар ма, ұйымдастырылған? Әрқайсы енді былай қарағанда әр жерде орналасқан ғой. Соның барлығы бойынша бір кешенді ұйымдастырылған экскурсия бар ма? Болады, бізде мысалы үшін жазды күні Абай жолы ізімен деп экспедициялар келеді. Сол Семейден шыққаннан бастап келеді. Сол кісілердің барлығы жаңағы ең бірінші маңызды нүкте біздің бөліден басталады. Мұхтар Әуезовтің кіндік қаны тамған жері бөлі. Жаңа ең бірінші Күшікбай асуы дедім ғой. Уақыттың батыры Күшікбай атамыздың кесенесі де сол жағында жаңа қорғансыздың күні болған оқиға жерленген жер сол жер. Одан кейін жаңа Қанай деген Абайдың кісі өлеңінде ит жегенше Қондыбай Қанай жолдың сол жағында қалады. Сосын біздің бөліктен басталады да шілікті қасқалар, Абайдың туған қасқалары туралы айтайын. Абайдың туған қасқалары 1845 жылы 10 тамыз күні Абай атамыз дүниеге келген жері бар. Сол Абайдың 175 жылдығында үлкен басын жөндеп домбыра көрген шығарсыздар деген. Сол домбыраны етіп 45 қара сөзімен Абайдың қасқаларын жөндеген. Сол нүктеге барады. Одан арғай жаңағы Тәкежан қыстағына өтеді де жолдың оң жағында Ойқұдық жазығы деген жазық. Студенттермен экскурсия жасап баруға Жасап болады, барады. Біздің Семейдегі бас мұражайымыздан не сияқты ғылыми қызметкерлер алып бас мұражайдан иә, барлығын таныстырады. Жаздың сол қазір сұраныс осы не бойынша қаншалықты артуда сіздердің көздеріңізбен? Қаншалықты қызығушы халық көбеюде, ізденуші халық адамдар? Көбіне жаз айында жаңағыдай жұмыс келеді. Сол енді біздің міндетіміз Абай Мұхтар Шәкәрімді білгенімізше насихаттау. Артып келе жатыр. Артып келе жатыр енді. 35 жыл мен музейде жұмыс істегенде қанша адамдар келді, өздеріңіз сияқты Астанадан қаншама студенттер келіп, барлығын насихаттап, шама келгенше көзбен көрген жақсы ғой. Мен енді мынаны қарап тұрсаңыздар, мына не бойынша айтып жатырмын. Көзбен көрген әлдеқайда. Иә, өйткені қазір ғылыми зерттеулер бойынша ландшафттың барлығы ескеріледі ғой ғылыми жұмыстарда. Мына ландшафттың барлығы, қанша күндік жол барлығы, мына әдебиетте, документте қаншалықты шындыққа жанасады деген дәлелдеу үшін осы не бойынша экскурсия жолымен жүріп қазір сол экскурсия бойынша біз мысалы жаңа Ата-тек шежіресінен бастаймыз. Мұхтардың мысалы қарап отырсаңыз, жаңа қазіргі тараған ұрпақтарына дейін айтып береміз. Бізден арғай Абайды насихаттайды. Абайдың жаңағы өзінің екі әйелінің несі барлығы біздің жақта дәл бізден 5 шақырым жерде тұңғыш ұлы Ақылбайдың қыстауы бар. Әйгерім апамыз бен Ділдә апамыздың қыстауы бар. Соның барлығына кесене қойылған. Кешенді түрде ғылыми нелер экскурсия жүргізеді. Кітаптарыңызға жаңағы әрбір нүктелерге. Иә, студенттерді ұйымдастырып келсеңіздер, ары қарай біздің бері ғой сол жұмыстан сабақтан болса. Осы жыл міне Астанада нешінші мектеп, 86-шы мектеп Әуезов атын берген кезде бізде осы көрмемен келді басшылар. Сонда мектеп Әуезов атын берген. Мен 120 жылдығында Алматыға бардым, сонда нелерде жаңағы Әуезовтің осындай көрмелерін алып барып, Әуезовтің өмірбаяны туралы бізден де Абайдың бізде жүзеге көп насихатталды. Қазір енді мына өзіңіз айтпақшы зерттеушілердің басты жұмыстары бар, біздің жұмысымыз сол келген кеткен адамдарға соны насихаттау. Иә, қазір кішкене ертеректе болған тек қана материалмен ғана жұмыс, жаңа кітапханада библиографиямен ғана жұмыс істеп, зерттеу жұмысын жаза салу деген кішкене артта қалған дәстүр болып тұр да. Қазіргі жаңашыл дәстүр бойынша зерттеушілердің бәрі осы ізбен жүреді. Сосын сұрап жатырмын ғой, қаншалықты өзектілігі артуда сіздердің көздеріңізге қалай көрінуде артып жатыр ма жоқ, әлде аз ба деп сұрайын деген.
жаңа кейінгі жас буындар, мына ұрпақтар мысалы кейінгі ұрпақтар білгенге жаңағыдай өзіңіз айтпақшы ғылыми экспедиция жүргізген өте жақсы. көзбен көріп Ана жазуым келген кезде Шыңғыстауға мен бір нені апардым, абай жолы. Сонда Шыңғыстаудың ішіне барып, қодардың құлаған қыз жартасын көріп, мысалы, әрбір жерін ескі тамын абайдың, соның барлығында солай шығады. Ескебектің бәріне елерге барып. Біздің сол бас мұражайдан осындай ғылыми қызметкерлер алып шығады, түгеліне жаңа экскурсия жасап, автобуспен алып шығады. кесене бар ғой аягөз жағында еңлікпен кеуіп көрсіз ба еңлікке арналған не бар кесене демейміз оны не деп айтамыз Жаңағы мен айтқан сол Еңлікебектің ескерткішінен жолдың оң жағында 15 шақырым жерде тығылған үй-тасы бар. Негізгі үлкен орда деп айтады, мынау кейіннен паналаған үй-тасты енді аттың екі жақтың билері жазалаған кезде сол жерге барып тығылған. Бесікте балалар ұрған. Надан елдің болады, діні қатты, тапсырмай, қабекең аманатты кеш батқанша шырылдап жатқан бала бесігімен бала сол жерде қалады, екеуін аттың құйрығына байлаған жерден қазіргі жерленген жер кесене дейміз ескерткіштер. Сол кейіннен қойған жер 15 шақырым екен. Соны ермектеген бала қалған, соны жаңағы наймандар, матайлар еңліктің несі алып асырап, кейіннен жуантаяқтар өз ұрпағымыз деп айтты деп аңыз қылып айтып жүрген неше түрлі баяндар. Сол біздің жақта жаңағы жолдың бойында. Жаңағы сіз айтқан маңызды нүктелер бөріктен басталады деді ғой. Бөрлі, Абайдың туған қасқалағы, Ойғыдыр, Еңлікебектің кесенесі, Шілікті кезең, жаңағы Ақшоқы, дала данышпаны Құнанбайға музей ашылды, сонда баруға болады мысалы. Құнанбай қорымы дейміз, барлық Абайдың ұрпақтары сол жерде жатыр. Соның арғай жаңағы Абай шәкәрім кесенесі, арғай қарау, Қоңырәулиге дейінгі маңызды нүктелер. Оқушыларына кейінгі ұрпақтар білу керек, Абай Мұхтар Шәкәрім жүріп өткен жолдары. тарихты адам кішкене жасы ұлғайған сайын бағалай бастайды ғой жас кезінде бағаламайды Мұхтар Әуезовтың осы ғалымдардан мысалы, ғалымдардың пікірін біз көріп отырмыз ғой. Жалпы өзінің туысқандары, мұғалімдері, сол кісілердің айтқан пікірлері бар ма? Осы Мұхтар Әуезов қандай адам болды өмірде? Оқушы ретінде? оқушы шәкірт ретінде дейді Жалпы айтып тұрсыз ғой жалпы. ұстаздары Мұхтар ағаның Бөрлідегі музейінің қасиетті қабырғасына үлкен тебіреністі ойға шомып шыққанымды ұмыта алмаспын. Бұл адам табиғатына тарта туатын болса, Мұқаңды Мұхтар Әуезов еткен, оның кең тынысты табиғаты сайын сахараның тірі сөзді кестелеп айта білетін ақын жанды ортасыма деп қалдым. Топырағынан тәу еттім Бөрлінің жері дейді. Дүкенбай Досжан жазушы. 87 жыл 90 жылдығында Бөрлігі музейге келгенде айтқан пікір екен. Газел Мағауина, Абайдың ұрпағы. 90 жасқа толу тойын тамаша өткізген Абай елінің халқына, басшыларына рахмет. Бөрлідегі музейдің көркемдігіне қатты ризамын. Көркейе берсін. Газел Мағауина. Михаил Корганцев деген Москвадан келген кісінің пікірі бар екен мына жерде міне. Дорогие друзья, хранители музея вашего великого Мухтара Умархановича Әуезова, сердечно желаю вам новых успехов в вашем благодарном деле сохранения памяти о вашем земляке. Пусть вечно живут красота, доброта и правда, которые воспел великий Мұхтар аға дейді. Михаил Қорғанцев деген Әуезовтың теплоходын жүргізген кісі келгенде айтқан пікір екен. Музейге келгенде. Мына жерде міне Герольд Бергер неміс жазушысының пікірі бар екен. Жазылған. Кімнің жаңағы ұлы неміс жазушысы болғанда біздің қазақстандық Иә, қазақстандық. Сол кісінің жазған пікірі бар екен. Бүйтіп жазып тарихты зерттеуші Құрметті Абай елінің азаматтары, ел болып, халық болып тойлап жатқан бүгінгі қуаныштарыңызбен құттықтаймын дейді. Мен де өздеріңіздей тек қана қуаныш үстіндемін, үлкен әсердемін. Менің ұлтым неміс. Әуезов шығармаларын неміс тіліне аударамын. Жастайымнан Абай өлеңдерін жаттап өстім. Оның соңы Әуезовтың таңғажайып туындыларымен ел жайлы көп білуіме көп көмегін тигізді. Қазіргі кезде Абай Лермонтов кете шығармаларын зерттеумен шұғылданып жүрмін дейді. Байқағаным, осы үш қаламгерде бір-бірімен тағдырлас, рухани жан дүниесі ұқсас. Бүгінгі үлкен тойда мен қазақ бауырларыма ұлы Абай Мұхтар еліне деген кіршіксіз ықыласымды білдіре отырып, Үндестік атты кітабымды музейге сыйға тартамын дейді. Бұл да бізде сақтаулы тұр. Енді 35 жыл деген аз уақыт емес қой. Герольд Бергердің. Зоя Кедрина деген жаңа аудармашы болып дедің ғой, сол кісінің жазғаны несі сақталған.
Іслім Зікібаев деген кісілердің барлық нелері сақталған. Мұрат Әуезовтің мына жерде міне неден келген? Шетелдерден де бәрінен келді ғой. Әуезовтің 90 жылдығында музейде сақталған жаңағы өзің сұрағың қолтаңбалары. Жақын бүгінгі жаңғыртылға жазушының асқақтатқан жырменен мұхтар атын проза әлемінен орын алған, ізі қалған өмірде мына жалған Мұхтар ата еңбегін еш кеткен жоқ. Мерейтойды барлығы сізге арнаған. Абай жолы романын көш бастайды, оқыған адамдарға ой тастайды. Әр тілде тараған бұл эпопея қазақты танытумен ой тастайды дейді. Көксерекпен түсіндірдің дала заңын, сол арқылы баулыдың бала жанын, қараш-қараш оқиғасы ол бір төбе, прозаны бағындырдың данадарын. Жетім атты прозаңы жылатады, тәңірден тәубе айтып сұратады, қорғансыздың күніне түспесін деп, қазақтың ататығын бұл атаңы. Драматург ғұлама ғалым ата, жазушы академик дарын ата, профессор қоғамның қайраткері, ұмытылмас мәңгілік атың ата дейді. Көрдіңдер ме, өздерің сияқты оқушылар музейге келгенде осындай қолтаңбаларын қалдырған. Бұл 120 жылдықтарына да 5 жыл бұрын. 5 жыл бұрын. Әуезовке арналған. Жұматаев Тәңірберген Мұратұлы дейді, Алматы облысының Кербұлақ ауданынан. Абайдың жолы, қазақтың жолы, керек жоқ оған дәлелдің, қазақы тірлік, шынайы шындық, тарихы сонда бар елдің, балапан арман жетелеп шығып, шыңырау шығына шыңғыстың дейді. Көрдіңіздер ме, осылай келген кезде қандай ой туындайды. Өздерің сияқты кейінгі ұрпақ осының барлығын сіздер үшін қарап тұрсаңыздар. Арнайы сосын мынандарын не жасап музейге қойып қойған ғой, мына өзінде жай қалған черновиктерді. Неге қойып қоямыз келген адамдардың пікірлерін. 5 жылдан кейін айтылып тұр мына өлең. Ол бала қазір нешеде екен? Ол кезде 8-ші класс оқушысы. Енді бір жерде бір жоғары ғой. Сол кездегі 8-ші класста жазған. Ал студенттер, құрметті сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Не қандай не алдыңыздар? Ой пікір түйдіңіздер ма? Пайдалы болды ма? Бөріліге барғандай болдық, е? Әуезовтің туған жері Бөрілі мұражайын аралағандай болдық. Сізге көп рахмет. Гүлзат Сәлемқызы, музейдің қызметкері, барлығы мен жазда осылай барып, Гүлзат Сәлемқызымен ақылдасып, мына музейлеріңізді біздің студенттер де көрсе деген сондай тілегімді айтып едім. Соны орындап, сонша жерден бүгін аққар көк мұзда борандатып, Бөрілінің боранын осы кісі алып кетті ғой деймін. Соны алып ортамызға келіп отыр. Сізге көп рахмет айтамыз. Болашақта бізде енді барамыз, арғы саяхат жасаймыз. Бөрілі деген енді аты да өзі қорқынышты. Сондай жерден тұрып жатқандарыңызға рахмет. Бөріліге бара жатқанда Күшікбай зираты деген, Күшікбай зиратын Қорғансыздың күнінен білесіздер ғой. Сол Қорғансыздың күнінде сол жердің суреттейді Әуезов. Сонда айтады, осы жер ылғи да азынап тұрады деп. Шынында да осы мен барған кезде де сол азынап тұрды. Сондай азынаған ауылда өмір сүру енді бұл да оңай емес. Ол ана Күшікбай уақыттың батыры 21 жасында шешектен қайтыс болған ғой. Денесіне шешек шығып, содан өзінің жаңағы адамдары Күшікбай ауырып жатыр дегенді естіп, ана батыр кісі болған ғой. Белдеудегі атын алып кеткен ғой. Ана жылқысын барымталап, соған ашуға мініп, жылқыдан бір нені асауды алып тұрған, соған мініп жылқының бетін жаудан қайтарып келіп, сол төбеге найзаға сүйеніп отырып қайтыс болған. Сонда шекпеніне жабысып қалған шешектен дейді ғой, ол кезде шешек жаған. Сонда ананы даланы ауа райын кімнің жаңағыдай бұлқынған күшімен қоса суреттеген. Қорғансыздың күні басталған кезде солай суреттеліп басталған. Сы қаласынан шығып, арқалыға соған дейді ғой. Соны оқысаңыздар, қарап тұрсаңыз, сол Күшікбайдың жаңағы табиғатымен долы. Ана панасыз жетім қыздың да үскіріп боранда барып, ана болыстардан көрген қорлығына барып, бейітті құшақтап үсіп, қандай керемет шығарма қарап тұрсаңыздар. Енді ары қарай жете түсінсеңіздер, өмірден алынған ғой бұның барлығы. Өмірде болған оқиға. Әуезовтер өздері барып, аяқтарымен басып, сондай жерлерден шығармаға арқау еткен, ол жерлерде бар. Енді жол түсіп жатса, бұйыртса барамыз. Сіздердің іштеріңізде небір Әуезовтер тұрған шығар, міне қарап отырсаң, дарынды балалар, дарынды жастар. Ол кезде енді жоқшылық, ат арбамен, ат шанамен жүретін. Ал сөйлейді. Біздің ақын жігітіміз Мұратбек. Келжаханға көп рахмет, өзіміздің Мұхтар Әуезов. Абай жолы роман 15 жыл жазған, және де
Абай жолы романы әлемнің 30 тілінде аударылған, өздерің білесіңдер. Келіп бізге Мұхтар Әуезовтің өз шығармашылығы туралы көптеген мағлұматтар мен бізді қуантып жатқаныңызға рахмет. Соның бәрін кәдімгідей көргенде бөрілі деген мекенге барып қайтқандай болдық. Рахмет барлықтарыңызға. Бұның барлығы романда саналы көркем ойлар, кемел образдар берген. Осы кісілер болмаса Мұхтар Әуезов Абай жолын жаза алмас еді. Осы күні көз қариялардың, қарттардың айтуы бойынша жазған Абай жолы романын көзбен көріп, неше рет барып, барлығын Балтақай Тоғызбаев деген кісіге жазған хаты бар. Сол кісіге жаңағы Мұхтардың әрбір Абайдың көзі көрген, жаңағы Абайдан 5 жасында Әуезов Абайды көрген ғой. Жаңағы атасы Әуезов. Балалардың ішінде жалғыз қазақ Мұхтар Әуезов болған, Семейден ярыш командасы қатарды. Сонда қорғаушы ойнаған. Нөмінім Аллах деген алғашқы ұстазы. Алғашқы Семейдегі Бесбастық училищедегі ең алғашқы ұстазы Аллах. Ең алғашқы ұстазы Малах болғандан кейін мұғалімдер семинариясында Попов деген орыс тілінің ұстазын айтқан ғой, Мұхтар сен большой писатель болсын, плюс пятерка қоямын деп. Дауыл деген боранды күні адасқан ғой атасымен. Атасы Әуезхан қожа келе жатыр. Боранды күні ана нені айта алмай түйеге шүк деп жаза алмаған ғой енді дауыл деген шығармасында. Сонда түйеге шүк деп айтқан. Сон Попов айтқан, Мұхтар сен большой писательіміз плюс пятерка қоямын деген. Сол несі бар бізде Поповтың мұғалімдер семинариясындағы ұстазы. Ең алғашқы жаңағы Малах. Түйеге айта алмаған шүк. Орысша айта алмаған қазақша шүк деп. Соны жазған орыс тілдің ұстазы Попов. Мен өткен жолы не кеттім. Музейге келгенде қолтаңба қалдырған 87 жылы. Көрдіңіз бе? Белоруссиядан келген, мына шетелден келген қонақтардың пікірлері. Әлем біледі. Әлем таныған Әуезов. Бала келген Абай. Нешеде қазірміз? Мына кісі енді 82-де. 82-де сол. Мынау 57-ші жыл. 57. Жоқ, мынау 57-ші жылғысы. 60-ға келген алдына келген. Иә, 60-ға келген кезде. Қазір мына апа не пионер қабылдайды ғой бізде. Жазушыға галстук таққан оқушы. Қазір сол Бөрлі ауылында 14 отбасы тұрады екен. Не істейсің? Енді бәрі оқуға 14 қана шағын. Бұрын 40-50 үй болған. Мен өзім сол жерде 34 жыл, 38 жыл тұрамын. Енді музей істегелі 34 жыл болды. Бір жылдан кейін кіргенмін. Әлек тоқтаттық. Сәтпәй қозы салған. Сәтпәй тұстың жүк жазып, аспиранттарға жаттан қарап берген. Кейін оны қиратып салып, орында көпіртер жей тұрады. Төлебаев пен Абайдың есқан жерім. Мына жерде кімнің несі бар ғой? Төлебаевтың ескерткіші ғой, соның мына жағында кімнің қатар салған ғой екеуін. Сондағы Зияр Қонаев соны істейді, жаңа айттым мен балаларға. Бұл Әуезовтың жаңағы Ләйла деген қызынан туыпты. Зияр Қонаев Алматыда музейінің меңгерушісі. Ал Мұрат Әуезов сол Мұхтар қорының президенті. Ұрпақтар туралы айттым жаңа сол Әуезов музейінде болып Алматыға барған кезде ұстаған заттары барлық сонда сақталған. Орына көбек. Неше күн болды? Бүгін Енді біз мектептегі филиалдан қалдық. 48 Әуезовтың филиалы 48 мектеп. Ол кісі айттыңыздар ма? Айттық ескертті. 68-де Иә. біледі ғой. Біледі, иә. Олар Астаған мектептерін бір Иә. Зияткер мектебінде Сосын неме де? сол кісі айтып тұр, сол жерге де келіңізші деді. Мен айтып көтеріп бара берем қанша шақырса. тарихи суреттер. Мынау сурет кеше Ихан Қалыбекұлының кабинетінде өлтірілген. 26 жыл фото екен мына. Бұл тарихи тәуір. Қызылордада 26 жылы түскен фотосы. Әлекеңнің лекциясында көп нәрсені айта алмай кетті ғой. Мына мен Валентинамен үшеуі бір факультетте оқыған ғой. Сонда Валентинаның естелігі бар. Алдыңғы партада Әуезов отырады екен да, арт жақта Валентина апамыз отырады. Содан кейін шашы бұйра болған ғой. Bir күні лекция, бір профессор лекция оқып тұрған кезде мына кісіге записка жазып, ваш голос мне мешает деп лақтырып келіп қалғанда Әуезовке емес
емес профессордың алдына түскен ғой. Бұл да профессор кішкене шашы жақтан адам екен. Ашуланып ана оқып соны жазған естелігі бар. Сөйтсе әуеске Валентина апамыз жазған екен. Машалла, мира алдында тұрған ғой бұл кісі. Солай өзіне қаратқан ғой. Шашы мира Былай ғой. Жаңағы атасы мен әжесінің қоңыр қозы деген бізде жаңағы мұхтардың 43 жылы Қайым Мұхаммед қаріппен келген кезде мұңлы қоңыр, туған анам, туған жерім бөрі деген сөзі сол ақын алдының очерктің ішінде бар екен. Соны кіреберісіне жазғанбыз тасқа қашап, сол 43 жыл келген сөз екен. Бәрі сұрайды неге мұңлы деп. Өзінің сөзі мұңлы қоңыр. Қоңыр деген өзінің ана атасы мен әжесінің еркелетіп айтқан қоңыр қозы екен. Сосын мен ана Бауыржан Жақыптың өлеңін соған қарсы айтып жүрмін. Сонау үйде бөрліде өңі гүлдеп деп, жаққан отым өшпейтін өмірім деп, дінәсіл әже отырды бір кездерде, алдын алып мұхтарды қоңырым деп. Соны ана неге қарама-қарсы солай түсіндіріп. Енді бұлар енді қоя тұқымы, бұлар өздерінің дәстүрін бәрін сақтаған. Ол кісінің ана несін мен жаздым, жаңағы қожалардың шежіресі болған екен, ораулы. Ол қазірде кітап емес, сол ненің ішіне салып қойды екен де, ата тек шежіресі болған. Жаңағы өздерінің қожа екен, Саяқовтан берді қожа, одан әуесін қожа, одан Омархан, Омарханнан Мұхтар туған, Саяқовтың осы жаққа келу қожа несін. Араб әліпбимен жазған. Араб әліпбимен жазған. Ана өзінің сөзінде де бар. Атамыз кітаптағы араб әріптерін көрсете бастайды. Айтуға бір абай болса игі, бірінен бір еткен қиын. Бұл кітап Абай өлеңдерінің жинағы. Сонда көрдіңіз бе? Сол Абайдың өлеңдерін арабша Нұрсейіт Бүкеұлынан оның бәрін арабша оқыған ғой. Қолжазбалар. Рахмет. Жақсы. Балалардың атынан. Аман болыңыздар. Бізге портретін тапсырды. Сондай көмек керек. Жақсы.